Созақ ауданының орталығында орталық алаңда ауыл шаруашылық саласының қызметкерлері күніне арналған дәстүрлі алтын күз 2025 мерекелік жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңке барысында аудан еңбеккерлерінің маусымдық өнімдері тұрғындарға қолжетімді бағада ұсынылып, шаруалардың жетістіктері көпшілік назарына ұсынылды. Шара аясында асыл тұқымды мал мен ауыл шаруашылық техникаларының көрмесі, асыл тұқымды қошқардың салмағын өлшеу рәсімі өтті. Сонымен қатар үздік өнім алған шаруа қожалықтары, ауылдық округ әкімдері мен ауыл шаруашылығы мамандары марапатталды. Асыл тұқымды қошқалар сайысының жеңімпаздары бірінші орынменен 169 килограмм Шолаққорған ауылдық округінен Ғажап шаруа қожалығының төрағасы Дәуренбаев Сұлтан марапатталады. 169 килограмм. Марапат иелеріне құрмет, қошеметтеріңіз, мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекелік жиында аудан әкімі Мұхит Тұрысбеков еңбек озаттарын құттықтап, саланың дамуына үлес қосқан бір қатар азаматтарға марапат табыс етті. Созақ елі шалғай жатқан ел, бірақ сонда да мына үлкен ағаларымыздың бастап кеткен жолымен осында азаматтарымыз көп. Таңертеңнен кешке дейін осы қазір күндіз түні демалыс деген жоқ қой ауыл шаруашылығында. Соған аянбай еңбек еткен еңбеккерлерге мынау еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Осындай жайма шуақ күнде мерекелеріңіз құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Бірігіп істелген жұмыс еш уақытта кем болмайды, артығымен болып жатады. Сол үшін мына барлығымыз бірігіп ел болып, бірге бір-бірімізге арқа сүйеу болып қызмет еткенде ғана үлкен нәтижеге жетеміз. Мына шаруаларға алғысым шексіз. Осында міне барлық өнімдерін алып кеп сатып жатыр. Қолдарынан келген жұмыстарын үлкен аянбай еңбек етіп жатыр. Сол үшін сіздерге алғысым шексіз. Ауыл шаруашылығы бойынша жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізген Шолаққорған ауылдық округі бірінші орын, Қарақұр ауылдық округі екінші орын, ал Сызған ауылдық округі үшінші орынға ие болды. Мерекелік концертпен түйінделген шарада тұрғындар мен қонақтар көтеріңкі көңіл күйге бөленді.